Саламатсыңдар ма балалар? Көңіл күйлерің қалай? Сабаққа дайынсыңдар ма? Жарайсыңдар. Сабаққа дайын болса, сабағымызды бастайық. Балалар, мына суретке жақсылап тұрып назар аударып қараңдаршы. Суретте не көрсетілген? Өте жақсы. Құрбаңдаған аю. Тамаша. Жарайсыңдар. Аю. Қайталап көрейікші. Аю. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, келесі суретке назар аударып қараңдар. Келесі суретте балалар, бірінші суретте ою көрсетілген. Кәне? Ою. Өте жақсы. Тағы бір қайталайықшы. Ою. Ал екінші суретте балалар, Юпитер көрсетілген. Кәне қайталайық. Юпитер. Тағы да бір рет қайталайық. Юпитер. Ал енді үшінші суретте балалар, каюта көрсетілген. Қайталайық. Каюта. Тағы бір қайталайық. Каюта. Өте жақсы. Балалар, жақсылап енді тыңдаңдар. Қандай дыбыс естіп тұрсыңдар? Каюта. Юпитер. Ою. Аю. Қандай дыбыс естіп тұрмыз? Аю. Жарайсыңдар балалар. Ю дыбысын естіп тұрмыз. Тамаша. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ю дыбысы мен әрпі. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты ю әрпімен танысамыз. Яғни әріпті танитын боламыз. Басқа әріптерден ажырата білетін боламыз. Ю әрпінің жазылу емлесін меңгереміз. Көркем әдемі жазамыз. Сонымен қоса, сөздерді буындап оқитын боламыз. Жақсы балалар. Ал енді мына бір суретке назар аударып қараңдар. Қазір барлығымыз бірге оқып көрелік. Кәне, жақсылап тұрып, буындап оқиық. Аю. Қою. Қою. Есею. Азаю. Ою. Қию. Түйю. Үлкею. Көбею. Тамаша балалар, өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, шаршасақ, сергіп алайық. Шаршадық па? Олай болса, кәне сергіп алайық. Қолымызға қарды шиыршықтағандай етіп, шиыршықтап алайық та, жоғары қарай лақтырайық. Тағы да қолымызға қарды алғансып, шиыршықтап алайық та, оны жоғары қалай лақтырайық. Өте жақсы балалар. Кәне, басымызды енді оңға қозғалтайық, солға қозғалтайық, оңға қозғалтайық, солға қозғалтайық. Өте жақсы. Ал енді көзімізді ашайық, жұмайық. Тағы да ашайық, жұмайық. Тағы да ашайық, жұмайық. Өте жақсы. Сергіп алдық па? Жақсы. Олай болса, сергіп болсақ, сабағымызды әрі қарай жалғастырайық. Кәне енді балалар, дәптерімізді ашайық. Дәптермен жұмыс жасаймыз. Аштық па? Тамаша. Балалар, бүгінгі біздің өтіп отырған ю әрпінің жазба түрі. Жақсы. Ал енді балалар, ю әрпін дәптерімізге жазбас бұрын қолымызды ауада жүргізіп жазып көрейік. Кәне қаламымызды ауада ұстап көрейік.
ауада жазып үйреніп көрейік. Кәне алдымен нүкте белгілейміз. Жоғары қарай сәл жүргіземіз. Одан төмен қарай жүргізіп, ирелеңдейміз де домалақ 0 сияқты саламыз. Тағы да бір қайталайық. Кәне нүкте қояйық. Жоғары қарай сәл көтерейік. Онан төмен түсіреміз, ирелеңдейміз, одан 0 сияқты домалақ саламыз. Салдық па? Өте жақсы. Яғни ауада біз сәл жазып үйрендік. Бұл ю әрпінің үлкен әрпі, яғни бас әрпі. Ал енді дәптерімізге көркем, әдемі жазып көріңдер. Жарайсыңдар, жазып болдық па? Өте жақсы. Ал енді балалар, ю әрпінің кіші әрпін жазып көрейік. Алдымен тағы да ауада жазып көрейік. Қаламыңды ұстап көр. Сонан соң ауада жазып көрейік. Кәне, таяқша сызамыз. Ортасынан сызық қоямыз де, дөңгелек 0 сияқты жазып көреміз. Тағы бір қайталайық. Сызықша қоямыз таяқ. Одан ортасынан сызық қоямыз да, жанына 0 сияқты домалақ қоямыз. Бұл ю әрпінің кіші әрпі. Ал енді әдемі көркем етіп дәптеріңе осыны жазып көр. Жазып болдық па? Жарайсыңдар балалар. Менің ойымша барлықтарыңда әдемі, көркем жаздыңдар деген ойдамын. Жақсы. Балалар, сонымен біз бүгін қандай әріппен таныстық? Өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Ю әрпімен таныстық. Ю. Балалар, естеріңде сақтаңдар. Ю. Ю. Естігенде и, у естіледі. И, у дыбыстары естіледі. Алайда ю әрпі ғана жазылады, бірақ әріп қана жазылады. Естілгенде и, у дыбыстары екі дыбыс естіледі. Алайда жазылғанда бірақ қана дыбыс ю ғана жазылады. Естеріңде сақтап алыңдар. Жақсы балалар. Сонымен сабақ түсінікті болды ма? Өте жақсы. Менің ойымша барлықтарыңда сабақты түсіндіңдер деген ойдамын. Ал енді мына суретке назар аударып қараңдар. Суретте қызыл, жасыл, сары алмалардың суреті көрсетілген. Ал енді осы суреттер бойынша бүгінгі сабаққа кері байланыс жүргізейік. Жасыл алманы таңдаған оқушы барлығын түсіндім деген. Сары алманы таңдаған оқушы енді түсініп келемін дейді. Ал қызыл алманы таңдаған оқушы мен ештеңе түсінбедім дейді. Кәне, сен қандай алманы таңдайсың? Кәне, таңдап көрші. Жарайсыңдар. Менің ойымша барлықтарыңда жасыл алманы таңдаған сияқтысыңдар. Сабақ түсінікті болған сияқты. Өте жақсы. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.